Жоллар. Жоллар халыкларды бір-бірі менен жақынластырады. Еллерді еллер менен байланыстырады. Сол ушында жолға болған талап әр бір мемлекет үшін бәрхулла әхметлі болып келген. Бұрынлары Европа менен Азия елдерін планетамыздың ең үлкен шөллері есепланған Қызылқұм һәм Қарақұм арқалы кесіп өткен ұлы жібек жолы байланыстырғанын тарихтан білеміз. Ұлы жібек жолы халықлар арасында сауда-саттық қызметімен шекленбей, халқымыздың мәдени аражлануының да өзегі болды. Жібек жолы каруанларының тоқтап өтетуін, ескі қалалардың естеліктері жұртымызда елегі шекем сақланған. Елімізде дәстепкі пайда болған асфальт жоллардың қалыңлығы 10-12 см болған болса, соңынан бұл 18-25 см болды. Бүгінгі күні бұндай асфальтлар 4-ші һәм 5-ші тайпадағы жолларға басылмақта. Мемлекетіміз қаретсіздікке еріскеннен кейін, сырт елдерменен қатынастықлар күшейіп, халық аралық трассалар құру дәуіріміздің әхметлі талабына айланды. Мемлекетіміз өз қаретсіздігіне еріскеннен кейін, автотранспорт жол құрылысына айрықша диққат қарату мақсатында Өзбекстан Республикасы президенті пәрманыменен бұрынғы автомобиль жолдарды құру министрлігі өз автожол мемлекеттік акционерлік компаниясы болып қайта түзіліп, оның тізіміндегі шөлкемлер еліміздегі ішкі жолларменен қатар халықаралық трассаларды құруды әмелге асырмақта. Өзбекстан Республикасы президентінің 2009 жылғы 22 апрелдегі 11.03 санлы қарары һәм 2010 жылғы 21 декабрдегі 1446 санлы қарар-тиканда Өзбекстанда өзбек милли автомагистралын раважландыру һәм құру бойынша дәстүр қабылданып, сол дәстүр тикарында біздің Қазақстан Республикасы аймағында 601 км жолды қайта құру һәм реконструкция құру жұмыстары белгіленген. Шоманай районынан басылып, Ақшолақ поселкесіне шейін жол арасы толығымен бітіп пайдалануға тапсырылды. Ондан басқа цементбетон қаптамасын құру бойынша Корея Республикасының Поско инженерлік компаниясы тарапынан 28 км участка Төрткүл қаласының Төрткүл районында біткерілді, өткен жыл пайдалануға тапсырылды. Мемлекетіміз қаретсіздікке еріскеннен кейін біздің жол тарауында да үлкен өзгерістер болып, бұл жерде таза техникалар, таза асфальт заводтар алынып, жұмыс өнімділігін асыру бойынша істеліп жатқан жұмыстардың сапасын жақсылау бойынша бір қанша жұмыстар алып барылмақта. Жолшыларымыз жақсы, әзірге заманауи техникалармен тәмінленген. Корея Республикасынан өзімізде Самарқандта шығып тұрған MAN автомобильдері, басқа да машина механизмдермен толығымен тәмінленген. A380 халықаралық автотрассасының құрылысы
міскіннен басылап, үстірткі шекемге аралықта көп санлы үлкен техника һәм адам күшлері жәрдемінде алып барылмақта. Пайтақтымызда жоллар түйініп бүткерлуі менен автотранспортларды қысқа уақыттың ішінде әр тәріплеме үздіксіз өткеру мүмкіншілігіне ерседі. Сонда бұл заманауи көріністегі биік һәм құрамалы дәрбент жол бүгінгі жылдамлық әсірінің талабына толық жауап береді. Құрылыстағы көп жойбарлар, сметалық есап-санақ жұмыстары Арнаулы автожол жойбарлау институтының есаплау орайларында алып барылады. Бұл бағдарда жұмыс барысында әр сапары бір-бірлеріне альтернативалық ұсыныстар беріп додаланады һәм бір шешімге келеді. Қаратау кәнінен шығып тұрған шағалқұм араласпасы заманауи автожолдың тикары ретінде пайдаланылмақта. Бұл араласпа жер қатламының құрам өзгешеліктеріне қарамастан барлық ораларда да сапалы жол тикары болып есепланады. Сондықтан табиғаттың таяр халындағы жаратып қойған бұл үнәмі жолдың тикарғы қатламы үшін ең сапалы өнім қызметін атқарады. Бұл кәннен алынып атырған өнімлер Қарақалпақстан аймағындағы барлық автотранспорт жоллары құрылыстары үшін үздіксіз жеткеріліп беріліп жатыр. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1999 жыл 18 августтегі 396 санлы Андижан-Ташкент-Нүкс Қоңырат тез жүрер автомагистрал құрылысын жобаластыру хақындағы қарарларына тикарылына отырып, өз автожол мемлекеттік акционерлік компаниясының арнаулы бұйрығы менен трассаның Гүзар-Бұхара-Нүкс бейнеу аралығындағы құрылыс жұмыстарының Европа менен байланыстырушы буыны үстірт тегістігі арқалы давам еттіріліп жатыр. Бұл жол құрылысының тағы бір әхметі сонда, бұндағы құрылыс жұмыстары үстірттегі ашылып атырған әр қилы жаңа карханаларға апаратуын жоллар менен ұласып кетті. Демек, еліміздің экономикасын көтеру үшін салынып атырған тикар болып табылады. Үстірт, бұрын құс ұшса, қанаты күйетігін тірішіліксіз меңіреу табиғат болып көрінсе, бүгінгі күнде бұл жердегі басқыш алып барылып атырған құрылыс істері үстірт тегістігіндегі қайнаған өмірден дерек береді. Келешекте үстірттегі құрылып атырған ірі қоспа карханалардың таяр өнімдерін сыртқа алып шығу үшін құрылып атырған темір жолдардың үстінен өтетін көпірлерді құру трасса құрылысы менен теңдей алып барылмақта. Заводларға асфальт таярлауға келтірілген тас өнімлерінің ірі, орташа, майда һәм ұнтақ түрлерінің сыпаты арнаулы лабораторияда 32 тонна басымда қысатығын престе сынақтан өткеріледі.
Асфальт өнімінің тикары болған қарамайдың созылушаңлық қасиеті 25 градустағы су ішінде арнаулы үскінеде тексеріледі. Мәмлекетлік стандарт талаптары бойынша қарамайдың созылушаңлығы 70 сантиметрден төмен аралықта үзілмеуі талап етіледі. Осы сыпатлар тасдиқланғаннан соң өндіріске рұқсат етіледі. Заводтан шыққан таяр асфальттан үлгі алып, лабораторияда қайта тексеруден өтіп, һәм алынған бұл сынама үлгілері сақлаулы тұрады. Асфальт жатқызып болынғаннан кейін, жолдан керін ойып алынып, лабораторияда 5 жыл сақланады. Себебі, жер шараятлары һәм табиғи ықлым өзгерістеріне байланысты, жолдың сапасы төмендесе, қатламларға тағы өзгерістер кіргізу үшін лаборатория қызметкерлері зерттеу жұмыстарын алып барады. Ауыр салмақтағы жүк таситын транспортлардың көбеюіне, бүгінгі жол қатламлары талап дәрежесіне жауап беруі шарт. Сондықтан жол тикары 2 метрден кем болмауы керек. Қиыршық тастан ібарат төменгі қатлам 25 сантиметр, ал тас цемент қатлам 16 сантиметр. Жолдың ауырлыққа ең шыдамлы қатламы саналған ірі түйірлі асфальт қатламы 9 сантиметр. Бұл қатлам 15 тоннадан астам жүкке де шыдам береді. Бірақ арасына ығал кіріп кетсе, жарылып кетеді. Сондықтан оны жауын шашыларда ығалықтан қорғайтын ең үстіңгі майда түйірлі қатлам 6 сантиметрден кем болмауы тиіс. Асфальт заводлары үшін кереклі шикізатларды Қаратаудағы тас майдалайтын карьерлер жеткеріп береді. Бұл карханалар әзіргі күнде жаңа техникалар һәм транспортлармен толық тәмінленгендіктен, өнімлердің саны да, сапасы да заман талабына жауап береді. Карьерлерде жұмыс күні-түні алып барылғандықтан, тынымсыз істеп тұрған асфальт заводлары шикізатпенен үздіксіз тәмінленіп тұрылады. Жол құрылысы пәтін жеделдестіру себептерінің бірі, сырт елдерден әкелінген көшпелі асфальт заводлары санының
көбеюінде. Бұл жаңа асфальт заводлары толығы менен автоматластырылған. Компьютерлік режимде жұмыс істейді. Таяр өнімлердің сапасы жоғары болып, керекті температурадағы өнімлер құрылысқа тез жеткеріледі. Ең бастысы, уақытты көп үнемдейді. Кейінгі жылдары асфальттың бекемділігін арттыру үшін шет елдерден келтірілген арналы порошоклардың өнімлерге араластырылуы өз нәтижесін беріп жатыр. Қыпшақ, Қанлыкөл һәм Ақшолақ асфальт заводларынан шыққан өнімлері нәтижесінде трассаның 6 бөлімінде асфальт жатқару істері жеделді давам етіп жатыр. Бұл бөлімлерде істеніп жатырған істердің өніміне қарағанда сапасына көбірек әтбар берілмекте. Себебі бұл халық аралық трасса болғандықтан төселген асфальт қатламлары 18 жылға шекем қызмет етуге мөлшерленген. Жоллардағы автомобиль санының күннен күнге артып баруына байланысты, бұрынғы пайдаланып жүрген жоллар тарлық ете бастады. Сондықтан бір қатар орындарда жолларды кеңейту жұмыстары қолға алынды.
Мы всегда говорим, при въезде Bizler Қазақстан арқалы Өзбекстанға өтеміз. Біз әрдайым, әрбір республика шекарасынан өткенде, жол сол елдің келбеті деп түсінеміз. Қазақстанның Өзбекстанға жетемен дегенше 80 километр аралықтағы жолын жол деп айту мүмкін емес. 6 саатта зорға жүріп өтесең. Машинаға да жәбір. Өзімізде қиналамыз. Bundan 4 жыл алдын келгенімде, Төрткүлдің ар жағындағы 80 километр аралық дым жарамсыз еді. Ал бүгін болса, теп-тегіс темір бетон жол құрылған. Ұлыма Өзбекстанда жолға үлкен диққат бөлініп атырғанының куәсі болдық. Әсіресе, бәрі күн түні жолда жүретұғын біздер үшін, әрбір орында мынадай тоқтап, дем алу орынлары көп болса екен. Автомобильдерге жанлығы құю шақапшалары транспорт басқарушыларына қолайлы болу үшін көплеп жол бойларына орнатылған. Трасса қапталына құрылған қысқа тоқтау орынлары жеңіл желпі оңлау жұмыстарын әмелге асыруға мөлшерленген. Бірден бір халық аралық транспорт артериясы болған трассадан жылдың қайсы бір мәусімінде күн түн деместен басқа елдерден де әрқилы жүклерменен автотранспорт қатынаулары әмелге асырылады. Республикамыз жолшылары жоллардың сапасын бүгінгі халық аралық автоқатынаулар талапларына толық жауап беретұғын жол дәрежесіне жеткеру үшін әрекет етпекте.